ақ көбелектердің соңынан қуып, діңкесі кеуіп, шөлде боянған. Кітапқа аты берілген аспандағы ақ көбелектер әңгімесі дәл осылай басталады. Көбелек қуған кім? Көбелек әрине жеткізе ме? Бейне бір балалық шаққа шегініс жасағандайсың. Жоқ, бұл бала емес, соқталдай үлкен дәурен жігіттің түсі еді. Бұл әңгімені оқыған сайын өзіңде бір көбелек қуғандай бейне бір сарсаң күйге түсесің. Бала болмаса да дәуреннің жаны осы көбелектер сияқты тап-таза мөлдір еді. Базарда шалбар сатумен айналысатын бұл жігіттің күнделікті өмірі осылай өтіп жатты. Тапқан тиыны, нәпақасы бір өзіне де, Жарбай ауылындағы қара шешесіне де жетеді. Ауылынан шешесін көшіріп алғысы келеді, алайда шешесі қара шаңырақты тастамаймын деген жалғыз сөзін қимайды. Осы базарда дәуреннің ғашығы, су сатушы Әлима да бар. Әр базарға келген сайын, жұмысына кіріскен сайын Әлиманың қолынан бір шыны су ішеді. Кербалақтың шөлінен келдің бе дейді. Жоқ, тарбалақтың сорынан, кеңбалақтың шөлінен келдің деп әзілдеседі. Бұл шыны суды ішу үшін емес, Әлима суды көру үшін баратын жігіттің айласы еді. Осы кейіпкер Дәуреннің де есімі Дәурен болуы бекер емес. Бейне бір адамның дәурені, өтіп жатқан дәурен дерсің. Сені басшы шақырып жатыр деген хабар келеді. Ойындадым жоқ Дәурен. Басшылыққа кіреді. Шалбар сатуды тоқтат, мен саған бұдан да жақсы жұмыс беремін. Бұл жұмысты шетел асып жасайсың. Біраз уақытқа басқа елге кетесің. Бізге салым той жасаймыз. Жарбайдағы анамызды көшіріп аламыз. Бұл Дәурен менен су сатушы Әлиманың тап-таза ақ тілектері еді. Сырғалы ақыра өз дегеніне жетті. Дәл неке қиятын күні Әлиманы жедел жәрдем ауруханаға алып кетті дейді. Бұл хабарды естіген Дәурен дереу ауруханаға жетеді. Дегенмен алдынан Аққалатты Абзалжанның біз қолымыздан бәрін келген істедік деген сөзін естиді. Әлиманың бетін жауып жатқанда ақ бұлттар арасына ақ көбелектің ұшып кеткенін тек қана Дәурен байқайды. Бұл Әлиманың тап-таза махаббаты және бейкүнә сәбидің жаны еді. Құмырсқаға тиіспеңдерші, іздегені өмір ғой деген Фердаусидің эпиграфымен басталатын аспандағы ақ көбелектер шығармасы осылай қысқаша баяндалады. Автор не айтқысы келді? Екі қасының ортасында қара миені өзіне қиып қойғандай жарасатын Әлима тап-таза күймен, тап-таза періштеменен о дүниелік болды. Бұл жерлес жазушы, драматург Рахымжан Отарбаевтың бір ғана шығармасы. Жазушы қазақ оқырмандарына көркемдік кемелдігі келіскен тағдыры терең шығармалар берді. Дулат Исабекович айтқанда, Рахымжан Отарбаев үлкен талант иесі, дарын иесі. Ол сөзге иланғыңыз келсе, кітапты оқыңыз. Иланғыңыз келмесе, қайталап оқыңыз. Тағы да шығармаларымен кеңірек танысқыңыз келсе, біздің YouTube желісімізде қосылып, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Оқыңыз, кітаппен бірге кемелденіңіз.